Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь прогресса, справедливости, закона, порядка, природолюбия и чистоты. Это очень хороший путь. Эта новая народная конституция поведет наш народ к новым достижениям, успехам. В этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Давно такого не было. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества. Бірлік бар жерде тірлік бар. Бірлік бар жерде өркендеу бар. В единстве рождается сила страны. Бізге татулық пен достық, сабырлық пен табандылық, жасампаздық пен ұқыптылық, еңбекқорлық пен сенімділік ауадай қажет. Сонда ғана озық, дамыған, бәсекеге қабілетті ел боламыз. Солидарность, единство, взаимопонимание, трудолюбие – это главные движущие факторы наших грядущих достижений. Қазақстан халқы қолдаған жаппай дауыс берген конституция еліміздің темір қазығы. Жаңа конституция тәуелсіздік пен егемендік тірегі. Ата заңымыз адам құқығы мен бостандығының мызғымас кепілі. Біз бір ел болып, заң мен тәртіп сақталатын, жауапты және жасампаз азаматтары бар әділетті қоғам құру жолында маңызды қадам жасадық. Осылайша, бүгін ұлт тарихының жаңа парағын аштық. Алда ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Ең бастысы, халқымыз түбегейлі өзгерістерді барынша қолдайды. Біз ортақ мүдде жолында күш біріктіріп, келер ұрпаққа өркениетті, озық Қазақстанды аманат етеміз. Мен бұған кәміл сенемін.